Қош келдіңіздер қыздар. Бүгін ауызашарға менің сүйікті тағамым палауды жасайтын боламыз. Ең алдымен 2 шөмішті осылай маймен толтырып құйып шығамыз. Қызған табаға етімізді саламыз. Қазаныңыз міндетті түрде қызып тұру керек. Одан кейін барып етті саламыз. Қызартып етті екі жағынан қуырып аламыз. Етті қызарғанша екі жағынан қуырдық. Енді пиязымызды салып, пиязды да қызарғанша қуырып шығамыз. Пиязымыз қатты күйіп кетпеу керек. Сол үшін арасында араластырып қарап тұрамыз. Пловқа қосатын осындай зираны салдым етке. Егер де етіңіз тұздалмаған болса, кішкене тұз салып жіберіп, жақсылап араластырамыз. Енді етті 45-50 минут арасында бұқтырып алатын боламыз. Қызар етті бұқтырып жатқан кезде газын ортаңғы көзінен төменгі көзіне қоямыз. Бірақ газымыз қайнамай қалмасын. Если қайнамай қалса, етіміз де қайнамай қалады. Соның арасында қарап тұрсыздар ғой енді. Енді күрішімізді жақсылап мөлдір су болғанша жуып шығамыз. Қызар, күрішіміз жұмсақ болып пісу үшін осы судың ішінде 1 сағаттай тұру қажет. Енді морковымызды ұзыннан турап шығамыз. Егер сіздерге ыңғайлы болмаса, ортасынан бір бөліп турасаңыздар болады. Сәбізіміз тез пісу үшін қатты жуан қылмай жіңішке қылып турап аламыз. Етіміз бұқтырылып болған соң үстіне сәбізді салып, сәбізбен бірге қуырып аламыз. Суды пока құймаймыз да, осыны қаппағын жауып, орташа отта пісіріп аламыз. 20 минут өткен соң морковымыздың түсі суымызға әдемі сарғыш түс береді және морковымыз жұмсарып шығады. Енді үстіне кішкене су құйып шығамыз. 1 столовый ложка тұз саламыз. Тұзымызды жақсылап араластырып, қақпағын тағы да 20 минутқа бұқтыруға жауып қоямыз. Қызар, тұзының дәмін қалай білеміз? Сорпасын сәл ішіп қарайсыздар. Тұзы деген тәттіден сәл ащылау болу керек, соленыйлау болу керек. Бірақ тәтті болмау керек. Тәтті болса, дәмі болмай қалады. Қызар, күріштің суы қатты ащы да болмау керек. Орташа соленый болу қажет. Осы лопаткамен үстін басып жібереміз. Бірақ менің суым өте көп болып кетіпті. Сол үшін де мен 1 шөмішті өстіп артығынан алып қойдым. Суды көпке алып тастамаймыз, қыздар. Күріштің беті сәл сумен жабық тұру қажет. Себебі менің күрішім езіліп кетеді. Сол үшін де 1 шөміш суды алып тастадым. Бағана күрішті салдық қой. Күріш салғаннан кейін 3 минуттай тиіспейміз. Одан кейін 2-3 минуттан кейін осылай үстінен төменге қарай жылжытамыз. Одан кейін қасықтың ұшымен осындай тесіктер жасап аламыз да, бетіне пакетик жауып қоямыз. Артық ауа кірмей күрішіміз жақсы демделу үшін пакетик салып қойдым. Бетін жауып, оттың төменгі көзіне 25 минутқа қойып қойдым. Қызар, енді әркімнің күріші әртүрлі. Менікі лазер күріш болғаннан кейін, ол ұзақ пісетін болғаннан кейін 25 минутқа қойдым. Біреулердің күріші 15 минутта, біреулердің күріші 20 минутта болғандықтан өздеріңіз қарап тұрасыздар арасында. Күріш піскеннен кейін міндетті түрде осылай араластырып шығасыздар. Себебі морковтың түсі күрішке әдемі сарғыш түс береді. Егер де күрішіңіз сәл қаттылау болса, тағы да сәл кішкентай су қойып, бетін 5-10 минутқа жауып қойсаңыздар болады. Қызар, бірінші етін алып аламыз, бөлек турап аламыз. Одан кейін күрішін салып, етті үстіне қоямыз. Айтпақшы қыздар, етті басында жарты сағат отырсаңыздар да болады. Енді әркім еті әртүрлі, біреулердікі жұмсақ болуы мүмкін, біреулердікі қатты болуы мүмкін. Сол үшін өздеріңізге қарайсыздар, ас болсын.